Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай керемет шашлык жасаудың, яғни мариновканың жолын бөлісетін боламын. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бұл жерде менде 1,5-2 килодай жылқы еті, яғни қандай еттен жасасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Менде соғым келген кезде алып қойған осындай етім бар. Және енді осы етке араластыратын жуа, сарымсақ, кәдімгі құйрық майы тұздалмаған дайындап аламыз. Енді етімізді өзіміздің қалауымыз бойынша майда ма, үлкенірек етіп жасасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, өз қалауларыңыз бойынша осылай жақсылап турап алатын боламыз. Енді құйрық майында дәл осылай етті қалай турады, дәл солай етіп турап шығамыз. Міндетті түрде тұздалмаған болуы қажет. Құйрық майымызды турап болғаннан кейін менде бұл жерде 3 дана жуа, яғни пияз, 1 бас сарымсақ, бұл жерде еттің дәмін келтіретін осы негізгі керек қажетті тағамдар деп айтсақ болады. Ет пен құйрықтың үстіне осы жуа мен сарымсақты салып, үстінен жаңағы 1 бұрыш қостым, 1 ас қасықтай бұрыш қостым, толтырып, шамамен бұл жерде көз жоба бойынша және паприка қостым. Дәл солай 1 ас қасық паприка қостым және арнайы шашлыкқа арналған дәмдеуіш, для шашлыка деген осындай приправалар дүкендерде сатады. Солардың 1 пачкасын, яғни 1 қорабын қостым. Үстіне дәміне қарай тұз қосып, енді бетінен келтіріп газдалған сарыағаш суын құятын боламын. Бетінен келтіріп суды құйғаннан кейін 2 қолмен жақсылап араластырып 2 сағатқа қойып қоямын. Тоңазытқышқа қойып қою міндетті. Күннің ыстығында ашық жерде қалып кетпеуі қажет. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай етін ұстасақ өте балбырап, жұмсақ үзіліп тұр. Яғни пісуі де тез болады деген сөз. Ал енді астарыңыз дәмді болсын. Дәл осылай жасап көріңіздер. Қазіргі уақытта дәл уақытысы маевка дейді ғой. Тауға шығуға дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер өте керемет болып шығады. Міне арасын ашып сіздерге көрсетіп жатырмын. Ұнап жатса лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.